Ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін мен Марлен Кезет. Бүгін мен Free Fire'дың бета версиясын қалай скачать ету керек екенін үйретемін. Ең бірінші біз YouTube'ға кіреміз. Мына жапка деп жаздық. Енді мына новый карта деп приведет. Скачать бетку тут, лайк не забыл поставить деген астында мына жерде ссылка, соны басып через Chrome мен скачать етеміз. Бізді Яндекске лақтырады. Осыны сохранить и скачать дегенді басып кішкене күтеміз. Сохранить в загрузке дейді, перейти дегенді басып браузер етеміз. Сосын біз бұл жерде мына тұрған кнопканы басамыз. Осыны басамыз. Мен енді скачать етпеймін, себебі менде жазылып тұр. Сізде және де Facebook аккаунт болу қажет. Қазір мына MP40 түсіргім келіпті навсегдаға. Оны біз алып аламыз. Максимум 20ЛУТБОКС алайық. Және де скаркопидан әрі бәрі сіздер үшін. МК-ға скин жақ. Осы жарайды. Дайынсыздар ма? Ең бірінші біз МК-дан бастайық. 4 сағат. Бізде кетті ойын жалғастырамыз. Тағы да қуып кетті. Бұл жерде менің ойымша оружие скиндерін өсіре түспейтін секілді. Реал ойын қуып жатыр. Расписью. Ай, успеть. MP40. Тағы да қуып кетті. Түспейді. Ема түскен жоқ. Бұл жерде менің ойымша скиндер навсегда түспейді. Менің ойымша солай енді. Бірде-бір ютубер скиндер түсірген жоқ. 7 күн, 24 сағат. Навсегда скаркопиды. Ема. Түсті, прикинь. Базар жоқ. Скаркопидан түсірдік.
Бірақ біз М40'ымыз кейін түсіре алмадық. Ардаш жереміз. Скорпион түсірдік. 18 күнге түсті мынау. Навсегда. М40 42 күнге түсті. 7 күннен кейін бұл жоқ болады ғой. Мә, біз осы видеомызды аяқтаймыз. Сіздермен болғанмен Марлен кезет. Бәріңге сау саламат.